Сәлем достар, бүгін сіздерге қызықты влог дайындадым. Қадас оқушысының бір күні. Күнделікті өмірімде қаншама қызықты сәттер, пайдалы сабақтар, күтпеген тосын сыйлар мен маңызды оқиғалар болады. Бәрін сіздермен бөліскім келеді. Ендеше бірге күнделікті өміріме үңіліп көрейік. Күнім әрқашан мектепке барудан басталады. Мектепке келісімен ең алдымен кітаптарымды алып, сабаққа дайындаламын. Қадас оқушысы үшін күннің әр минуты маңызды, сондықтан жоспар бойынша бәрін үлгеру керек. Бүгін ерекше көңіл күймен келдім, өйткені өзім үшін аздап өзгеше стильде киініп шықтым. Өзіме риза болып, таңғы бейнемді тамашалап алған соң сабаққа кірістім. Алғашқы сабағымыз факультатив болған соң, біз бүгін құрбым екеуміз Жұбанышев кітабын оқып жатырмыз. Бұл біздің күнделікті дағдымыз. Тарихты бірге талқылау, әр параграфты жаттап, маңызды мәліметтерді бөлісу біз үшін маңызды. Сондықтан өткенімізді білу біздің парызымыз. Тарих тек кітаптағы деректер емес, ол біздің ұлттық рухымыз, мәдениетіміз, болашағымыздың іргетасы. Бүгін мені достарым кішігірім тосынсымен қуантты. Қарапайым нәрсе сияқты көрінгенімен, осындай сәттер адамға шынайы қуаныш сыйлайды. Бірақ біз, Қадас оқушылары, білімге басымдық береміз. Сондықтан назарды қайта сабаққа аудару керек. Келесі сабағымыз Қазақстан тарихы болғандықтан, біз жұптық жұмыс жасадық. Әртүрлі тақырыптарды талқылап, бір-бірімізге түсіндірдік. Бұл әдіс білімді жақсы меңгеруге көмектеседі. Себебі біреуге түсіндірген кезде өзіміз де тереңірек түсініп, есімізде жақсы сақтаймыз. Білім алу тек оқулық оқумен шектелмейді. Мысалы, Қадас оқушылары үшін тарих сабағы тек жаттау емес, ол шынайы қызығушылыққа айналған. Сабақ процесін қызықты етсеңіз, ақпарат тез сіңеді, ал үйрену процесі жеңіл және тиімді болады. Күннің ортасына қарай ең сүйікті жеріме мектеп асханасына бардым. Оқу барысында дұрыс тамақтану өте маңызды. Миға қуат қажет. Сондықтан пайдалы тағамдар жеуді ұмытпаймыз. Тамақтанып алған соң сабақтарымыз аяқталды. Бірақ мен әлі де мектептен кетуге асықпаймын. Келесі аялдама біздің тарих пәнінің мұғалімі. Тарих пәнінен білімімді тереңдету үшін мұғаліміміз бізден негізгі базаны сұрап, күрделі сұрақтар қояды. Біз 1 сағат бойы талдау жасап, түсінгенімізді ортаға салдық. Бірақ бұл жеткіліксіз. Өйткені Қадас оқушылары үшін білім алу тек сабақпен бітпейді. Сондықтан мен оқу сауаттылығымен айналысу үшін қалдым. Бұл ұбт-ға дайындаудың маңызды бөлігі. Оқудың тиімді әдістерін қолданып, мәтін құрылымын талдаймыз, жоспар құрып, тест тапсырмаларын орындаймыз. Мінекей, мен барлық тапсырмаларымды аяқтадым. Қазір үйге қайтатын уақыт келді. Бүгінгі күнім өнімді өтті, барлық жоспарланған жұмыстарымды орындадым. Үйге келген соң демалудың сәті келді. Осында мен тынығып алып, қуырылған картоп пен ет жедім. Бірақ Қадас оқушылары үшін білім әрдайым бірінші орында. Сондықтан тамақтанып отырып, Қазақстан тарихы бойынша видео сабақ қарауды жөн көрдім. Бұл пайдалы мен қызықтыны қатар алып жүрудің керемет тәсілі. Қазір мен ағылшын тілін үйреніп жүргендіктен, кейде Қазақстан тарихына видео сабақтарды ағылшын тілінде көріп жүрем. Біздің Қадас медиа курсының оқу сауаттылығына видео сабақтары қызықты, түсінікті әрі ыңғайлы өтеді. Кейін 10-шы сыныптың Қазақстан тарихы оқулығын оқуға кірістім. Тарихты оқу мен үшін тек жаттау емес, терең түсіну үдерісі. Әр параграфты оқи отырып, еліміздің өткеніне саяхат жасаймын. Күніне бірнеше сағатымды тарихқа арнаймын. Себебі өткенімізді түсінбей болашағымызды құра алмаймыз. Кешке қарай ертеңгі күнге дайындалып, сабақтарға қажетті материалдарды жинастырдым. Ұйықтар алдында тағы 3 параграф оқып, күніне 20 беттік оқу мақсатымды орындадым. Бүгінгі күнім осылай өтті. Қадас оқушысының өмірі бұл білім мен даму жолы. Күнімнің әр сәті мақсатқа жетуге бағытталған.
Енді төсек салып ұйықтайтын кезде келіп қалды. Егер осы видео сізге ұнаса, міндетті түрде лайк басып пікір қалдырыңыздар. Қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Баршаңызға сәттілік. Жақсы ұйықтаңыздар. Ертең жаңа жетістіктерге бірге қадам басамыз.